Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен жаңғақ күлшесін дайындаймыз. Мен бүгін мына ыдысты тауып алдым. Естеріңізде болса, кішкентай кезімізде анамыз көп деп осы жаңғақ печеньесін пісіріп беруші еді ғой. Және де кімнің үйіне барсаң да осы күлше тұратын. Естеріңізде болса, қандай жиын той болсын, бәрі пісіретін осы жаңғақ күлшесін. Міне бүгін осы ыдысты мен де тауып алдым. Сонымен пісіре бастадым. Міне май керек, 2 жұмыртқа керек, кішкене уксус керек. Бәрін араластырып, әдемілеп қолға жабыспайтындай қамыр илеп шығамыз. Мына жұмыртқамызбен шекерді жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз бірінші. Осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін қолға жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Иленген қамырымыздан осындай шариктер жасап аламыз, домалақтап кішкене. Содан кейін қызып тұрған табамызға салып, екі жағынан қысып пісіріп аламыз. Мінекей, видеода бәрі көрініп тұр. Мына шетінен шыққан қамырларды кейін кесіп тастаймыз. Міне, қып-қызыл болып біздің жаңғақ күлшелеріміз пісуде. Міне әп-сәтте жаңғақ күлшеміз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ақмарал Исахова десеңіз, менің каналым шығып тұрады. Ішіне не деген оңай, жеңіл рецептерден жасалған түрлі тағам, торттардың түрлері бар. Лайк басып, пікір білдіре отырыңыз.